Баршаңызға қайырлы күн, құрметті көрермендер. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге жасалу жолы өте оңай әрі құрамы үйде бар заттардан тұратын өте оңай пирог дайындап көрсететін боламын. Алдын ала жарып дайындап алған жұмыртқамыздың үстіне қантымызды салып, миксердің көмегімен ең аз жылдамдығынан бастап көбейтіп отырып, осылай аппақ болып көпіргенге дейін араластырамыз. Біз миксерді тек қана осы жұмыртқалы массамызды араластыру үшін пайдаланатын боламыз, ары қарай қолданбаймыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай, біздің жұмыртқалы массамыз осылай аппақ болып көпіргеннен кейін үстіне сүтімізді, сұйық майымызды құйып, тағы да бір жақсылап араластырамыз. Ұнымызды алдын ала електен өткізіп, қопсықышымызды салып дайындап аламыз. Және оны екі бөлікке бөліп, барлығын ешқандай түйіршік қалмайтындай етіп жақсылап араластырып шығамыз. Достар, менің каналымда шығып отыратын жаңа видео рецепттерімді жоғалтып алмас үшін міндетті түрде менің каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін қосып қоюды ұмытпаңыздар. Жаңағы массамызды барлығын жақсылап араластырып болғаннан кейін екінші бөлігін салып, тағы да барлығын ешқандай түйіршіксіз жақсылап араластырып шығамыз. Осы кезде біз пешімізді 180 градуста қыздырып алдын ала дайындаймыз. Біздің жұмыртқалы массамыз дайын, енді бұны теңдей етіп екі бірдей ыдысқа құятын боламыз. Екі бірдей ыдысқа құйып алған массамыздың біреуін алып, формамызға салып, осылай жақсылап шет-шетіне жаймалап шығып, алдын ала қызған пешімізге 15 минутқа пісіріп алатын боламыз. Біздің пирогымыз дайын, піскен-піспегенін осылай ағаш таяқша арқылы білсеңіздер болады. Енді салмасына варенье немесе сгущенка, өзіңіздің қалауыңыз бойынша джем қоссаңыз да болады. Барлығын біркелкі етіп жағып шығамыз. Жаңағы массамыздың бір бөлігін салмасының үстінен саламыз. Бұны да жақсылап біркелкі етіп жағып шығатын боламыз. Енді бұны да 15 минутқа пешке салып шығамыз. Біздің пирогымыз пісті, оны ағаш таяқша арқылы білсеңіздер болады. Енді сіздерге қалай болып шыққанын кесіп көрсетейін. Міндетті түрде менің рецебім бойынша дайындап көріңіздер, өте дәмді әрі жұп-жұмсақ болып шықты. Егер сіздерге менің видеом ұнаған болса, міндетті түрде лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта да түрлі рецепттермен бөлісетін боламын. Міндетті түрде менің каналыма жазылуды ұмытпаңыздар, және де қоңырауша белгісін қосып қоюды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Жансая.